Сәлем, құрметті достар, сіздермен бірге Бақағай. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы туынды. Сіздермен бірге, яғни туынды тақырыбын бастайтын боламыз. Олай болса кеттік. Бізге бірінші есеп берілген екен. Бірден практикалық есептерімізден бастайық. Бұл есептерді шығару үшін бізге туындының арнайы осындай формулалары қажет болады. Бұл формулаларды қазір практика барысында қолданып, қайдан, қалай қолдану керек, не үшін олай болған бірге түсіндіретін боламыз. Кеттік. Ең бірінші бізде айтады, функцияның туындысын табыңыз дейді. Бізде бұл жерде дәл осы бірінші есеп үшін бірінші тұрған формула қажет, және де екінші тұрған формула маған қажет болады. Неге? Кеттік. Мынау біріншісі айтады маған, бірінші ережені талдап тастайық. Маған қандай да бір сан берілсе, жай ғана сан, қасында x жоқ, y жоқ, z жоқ сан берілсе, яғни 7 деген сан берілсе, осының туындысын ал десе, бұл менде 0-ге тең болады. Немесе маған 0,7-нің туындысын ал десе, ол да 0-ге тең болады. Немесе 125-тің туындысын ал десе, маған ол 0 болады екен. Бірінші ереже түсінікті деп ойлаймын. Қандай да бір тұрақты сан берілсе, ешқандай жаңа айнымалы болмаса, яғни әріп болмаса, не істейміз? Оның туындысы міндетті түрде 0-ге тең. Мынау төбесінде тұрған штрих туындыны білдіреді. Кеттік. Енді екінші ережені талдайық. Екінші ереже айтады, маған x-тің дәрежесінде қандай да бір сан тұрса, x-тің дәрежесінде қандай да бір сан тұрса, осыдан туындалғанда санды алдына жазамда дәрежеден бірді азайтамын. Мына формуланы түсінікті ету үшін біз былай жалғастырамыз. Мысалы, маған x-тің 4 дәрежесі деген берілсін, x-тің 4 дәрежесі деген бір функция берілсін, осының туындысын алып бер дейтін болса, мен не жасаймын? Мына тұрған дәрежедегі 4-ті алдына түсіремін, және де көбейтілген x, енді 4-ті түсіріп тастадық, мына жерде айтып тұр ғой, дәрежеден енді бірді азайт дейді. Демек, мына жерде 3 дәреже қалды. Яғни x-тің 4 дәрежесінің туындысы 4x куб болады екен. Немесе 12x квадрат болсын. Бұның туындысы неге тең болады? Бұның туындысы менде 2-ні алдына түсірем, яғни көбейту болып түседі, 12-ге көбейтіп 24 болады. X-тің 2 дәрежесі бар еді, ол алдына түсіп кеткен үшін 1 дәреже қалды, 24x болады екен. Немесе 17x дегеннің туындысын алатын болса, мына жерде туынды алғанымызды білдіріп қояйық, штрихпен туынды алғанымызды білдіріп қояйық. Енді мынаның туындысын ал десе, 17-нің өзі болады. Себебі неге? X-тің 1 дәрежесі алдына түседі, 0 дәрежесі 1 болып кетеді, тек 17 қалады екен. Енді осы айтылған екі формуланы қолданып, мына жерде тұрған бірінші есептің туындысын табайық. Мынау f от x-тің туындысы деген біз жаңа айттық, төбесіне штрих қойып қоямыз. Енді маған ана жерде x куб берілсе, 3-ті алдына түсіреміз, және де x-тің куб еді, енді 1 дәрежені алып тастасам, квадраты қалады. Минус, мына жерде 5 бар еді, көбейтілген. Ана x-тің дәрежесіндегі 2 алдына кеп түседі, тағы да көбейту болып, және де x-тің қанша дәрежесі қалады? 1 дәрежесі қалады, 2 кетсе. Демек, ол жазылмайды, 1 дәреже. Қосылған, біз айттық, кез келген сан, қасында ешқандай әріп, яғни айнымалы болмаса, оның туындысы 0-ге тең. Сонда менде 3x квадрат минус 10x деген жауап шығады екен. Яғни плюс 0 дегенді жазбай қойсам болады. Мынандай тұрған жауапты белгілеуіміз керек. Бұл бізде қай жауап нұсқасына сәйкес келеді? 3x квадрат минус 10x дегенім жауабына сәйкес келеді екен. Жалпы бірінші екінші ереже түсінікті болды деп ойлаймын. Қалған ережелерге қазір есептердің барысында тоқталып отыратын боламыз. Кеттік. Енді мына жерде де бізге бірінші және екінші ережені қолдансам жеткілікті. Маған айтады, 5-тен 1 x-тің 5 дәрежесі қосылған 3-тен 1 x-тің кубы, және де 2-ден 1 x-тің 4 дәрежесі функциясының туындысын табыңыз дейді. Туындыны табу үшін біз айттық, осылай штрихпен белгілеп қоямыз оның туынды екен. 1 бөлінген 5 тұр алдында, коэффициент көбейтіліп. Енді мына жерде тұрған x-тің 5 дәрежесін туынды алсам, 5 дәреже алдына түседі көбейтілу болып, және де x-тің 4 дәрежесі қалады. Яғни 1 дәрежеге кем қалады. Қосылған 3-тен 1, ана жерде x-тің туындысын алатын болсам, x кубтың 3 дәреже алдына келеді, x-тің менде несі қалады? Квадраты қалады. Азайтылған 1 бөлінген 2 бар, ана жерде x-тің 4 дәрежесінен 4 алдына түседі, көбейтілген 4, x-тің кубы алады. Енді бұл жерде сәйкес қысқартулар жасауым керек. Мына жерде 5-тен 1 мен 5 қысқарып кетеді. X-тің 4 дәрежесі қалады. Және мына жерде 3-тен 1 мен 3 қысқарып кетеді. Қосылған x квадрат. Және мына жердегі 2 мен 4 қысқартам. 2-ні 2-ге бөлем 1, 4-ті 2-ге бөлем 2. Демек, минус 2x куб қалады екен. Дәл осындай жауапты белгілеу керек. X-тің 4 дәрежесі плюс x квадрат, минус 2x куб деген, ол менде Б жауабына сәйкес келеді екен. Түсінікті деп ойлаймын, жаңағы бізге айтылған бастапқы екі ереже ғана
жеткілікті болды мына есепті шығаруға. Кеттік. Олай болса үшінші есеп айтады функцияның туындысын табыңыз дейді. Кеттік. Енді бізге бұл жерде не берілген? Мынау x-тің туындысын таба аламын. Ал мына жерде тұрған түбір асты x дегеннің туындысын қалай табамыз? Оған тоқталу үшін бізге мына жерде тұрған формуланың ішінен дәл қазір маған 9-шы формула керек болады. Оның қайдан шыққанын түсіндіретін боламыз қазір. Мына ереже арқылы шыққан ол. Біз айтатын едік, мынау түбір асты x-тің туындысын қалай шыққанын түсінейік. Түбір асты дегенім бізде қандай дәреже еді? 1 бөлінген 2 немесе 2-ден 1 дәреже еді. Біз жаңа айттық. Мына тұрған дәрежені қазір туынды алатын болсам, не істейтін едік? Дәреже алдына түседі, 1 бөлінген 2 алдына түседі. Және де x-тің мына тұрған дәрежесіне мен нені азайтып тастайтын едім? 1 азайтып тастайтын едім, 5 дәреже болса 4 дәреже қалады, 3 дәреже болса 2 дәреже қалады. Осы жерден сонда 2-ден 1, мына жерде x-тің мына жаққа ортақ бөлім берсем 2, 2-нің өзін берем, 1-ден 2-ні азайтатын болсам, минус 1 бөлінген 2 болады. Енді бізге түсінікті, мына жерде ортақ бөлшек жаза берейін 1-ден. Минус дәреже, ол менде міндетті түрде астына түсіреді x-ті. Ал x-тің 2-ден 1 дәрежесі, ол менде түбір асты x еді. Жаңа астында бөлімі 2 бар, үстінде не қалды? Жай ғана 1 қалды, 1 бөлінген 2-нің 1 ғана қалды. Сонда менде 1 бөлінген 2 түбір асты x деген мына формула, яғни түбір астың формуласы дәл осы жерден шыққан екен. Енді мына есебімізге көшейік. Мына функцияның туындысын табатын болсам, функцияның туындысы, біз айттық жаңа x-тің туындысын алатын болсам, оның 1 дәрежесі алдына түсті, көбейтілген x-тің 0 дәрежесі қалды. Дұрыс па? 1-ді азайтып тастаймын. Қосылған уже мынаның формуласын біз біліп алдық. 1 бөлінген 2 түбір астында x тең болады. Кеттік. Енді x-тің 0 дәрежесі. Яғни кез келген санның 0 дәрежесі менде 1-ді береді деген ереже бар. Демек, 1 қосылған 1 бөлінген 2 түбір асты x. Так, бұл менде қай жауапқа сәйкес келеді екен? Так, бұл менде да жауабына сәйкес келеді екен. 1 қосылған 1 бөлінген 2 түбір астындағы x. Кеттік. Олай болса 4-ші есеп. 4-ші есеп айтады, функцияның туындысын табыңыз дейді. Енді маған синус және косинус, яғни тригонометриялық функциялар берілген екен. Бұлардың туындысы менде 7-ші және де 8-ші ережеде көрсетілген. Яғни синус x-тің туындысы жай ғана косинус x, ал косинус x-тің туындысы минус синус x болады. Демек, бірінші мынаның туындысын тауып алатын болсам, аралар плюс болса, жай ғана жеке-жеке туындыларын табамыз да, плюс па плюс қоса салам. Сонда мына функцияның туындысы менде не болады екен? Дәл осы функцияның туындысы 3-тің өзін қалдыра береміз, ол сан көбейтіліп тұра береді. Кеттік. Синус x-тің туындысы біз айттық косинус x болады. Так, қосылған 5 көбейтілген, ал косинус x-тің туындысы бізге айтылып тұр минус синус x. Демек, мына жерде минус синус x болады екен. Енді мына жердегі жауаптарға дайын келтіру үшін біз не жасаймыз? Жай ғана 3 косинус x-тің өзін жазам. Мына жердегі мынау плюс пен мынау минус көбейтіледі, не болып кетеді? Минус 5 синус x болады екен. Бұл менде қай жауап нұсқасына сәйкес келеді? 3 косинус x минус 5 синус x деген С жауап нұсқасына сәйкес келеді екен. Яғни 7-ші, 8-ші ережелерді қолдану. Ешқандай қиындығы жоқ. Синус x-тің туындысы косинус x, ал косинус x-тікі минус синус x болады екен. Кеттік. Олай болса 5-ші есеп. 5-ші есеп айтады бізге функцияның туындысын табыңыз. Бізге түбір асты x берілген және де синус x берілген. Бұл екі формуламен біз таныспыз міне. Так, бұны көрсетейік. Бізде түбір астыныкі 9-ші нөмірлі ереже болды, және де 5 синус x, яғни синус x-тікі 7-ші нөмірлі болды. Бізге айтады, мына функцияның f от x-тің туындысын табатын болсам, штрихпен белгілеп қойдым, бұл туындыны білдіреді дедік. Енді түбір астының менде туындысы 1 бөлінген 2 түбір астында x қосылған синус x-тің туындысы 5 көбейтілген косинус x болады екен. Бұл менде қай жауап нұсқасына сәйкес келіп тұр? Так, А жауап нұсқасына сәйкес келеді екен. Кеттік. Олай болса көшейік. Келесі 6-ші есеп. 6-ші есеп айтады маған синус x минус логарифм 4 негізді x плюс 5 функциясының туындысын табыңыз дейді. Біз енді мынау тұрған синуспен таныспыз, және де мынау 5-те отырған бірінші ереже, яғни любой санның қосылып тұрған туындысын алатын болсам, ол менде 0-ге тең. Маған енді бұл жерде маңыздысы жаңадан келген ереже, логарифмнің туындысы болатын болса, мен не істейді екен? 1 бөлінген деп жазамын да, логарифмнің ішінде тұрған мынау x алдына көбейту болып шығады.
логарифм міндетті түрде lnға айналып кетеді. Негізінде тұрған а логарифмнің ішіне кіріп кетеді екен. Сонда мына есепті есептеп көрейік. f от x-тің туындысы сонда менде тең болады. Синус x-тің туындысы біз білеміз, жаңа айттық, косинус x болады. Кеттік, енді минус логарифмнің ережесі бойынша қалай еді? Бір бөлінген, мынау логарифмнің ішінде тұрған нәрсе не істейтін еді? Сыртына шығып кетеді. Алдына ішінде тұрып еді, сыртына көбейту болып шығып кетті. Яғни x-ті шығарамыз. Логарифм міндетті түрде lnға айналып кетеді. Және де оның негізінде тұрған мынау 4, мына жердегі а сияқты lnнің ішіне кіріп кетеді. Сонда ln 4 болады. Енді біз айттық, мынаның туындысы, яғни кез келген бос тұрған сан, ешқандай жанында әрбір функциясы жоқ болса, оның туындысы міндетті түрде 0-ге тең. Демек, менде мынандай жауап шығу керек. Косинус x азайтылған 1 бөлінген x ln 4. Так, бұл менде б жауап нұсқасына сәйкес келеді екен. Кеттік, олай болса 7-ші есеп. 7-ші есеп айтады, маған функцияның туындысын табыңыз дейді. f от x тең болады 5 ln x азайтылған логарифм 5 негізі x. Кеттік, бұл жерде енді бізде логарифмнің және де натурал логарифм, яғни lnнің туындысы қажет болады. Мына lnнің туындысы дәл осы 5-ші ережеден шыққан. Біз айтатын едік, ln x деп отырған мол логарифм негізі x қой. Давай осының формуласын біз жаңағындай қорытып көрейік. Бізде логарифм ережесі бойынша туындалғанда 1 бөлінген астындағы, логарифмнің ішіндегі x алдына шығып кетеді көбейту болып. Негізінде тұрған lnға айналып, соның ішіне кіріп кететін еді. Енді ln деп отырғанымыз біз 1-ге тең. Дұрыс па? Логарифм де болса, негізі мен логарифмнің ішіндегі сан 1 болса, ол 1 болып кетеді. Сонда 1 бөлінген x. ln x-тің туындысы 1 бөлінген x деген осыдан шыққан екен. Енді мына берілген функцияның туындысын табайық. Сонда бұл менде неге тең болады? Тең болады 5 көбейтілген, алдындағы коэффициенттер өзі жазыла береді дедік. ln x-тің туындысы біз мына жердегі ережеден көріп тұрмыз, ол 1 бөлінген x болады. 1 бөлінген x азайтылған, енді логарифм 5 негізі x-тің туындысы дегеніміз логарифм ережесі бойынша 1 бөлінген, мынау x алдына шығып кетеді, яғни логарифмнің ішінде тұрған нәрсе алдына көбейту болып шығады. Логарифм қандай болса да бәрібір ол ln болуға міндетті, және де негізіндегі 5 жанына жазылады. Болды, осы туынды қай жауапқа сәйкес келеді, соны белгілеу керек. Мына жерде 5-ті жайғанақ, алымына көбейтіп жіберем, 5 бөлінген x минус 1 бөлінген x ln 5 деген жауап менде болу қажет еді. Бұл қай жауап нұсқасына сәйкес келеді екен? Қарайық, 5 бөлінген x минус 1 бөлінген x ln 5, ол менде а жауап нұсқасына сәйкес келіп тұр екен. Кеттік. Олай болса, бізде 8-ші есепке кезек берейік. 8-ші есеп айтады. Енді бізде бағана не берілген еді? X-тің 5 дәрежесі болса бізге оңай еді. 5-ті алдына түсіреміз, X-тің 4 дәрежесі бола салады. Ал мына жерде наоборот тұр. Астында сан тұр, үстінде X тұр. Бұл бізде көрсеткіштік функция еді, көрсеткіштік функция. Демек, бұл жерге тағы бір ережені қосуға тура келіп тұр. Ол қай ереже? Мына жерде тұрған А-ның X дәрежесі. Бір санның X дәрежесі болса, ол бірінші өзі жазылады, және де ln-нің ішіне негізінде тұрған А-ны тығып жібереміз, болды. Сонда менде мына функцияның туындысы тең болады екен. 5-тің x дәрежесі дейтін болсам, бұл менде не істейді? Бірінші өзі жазылады. 5-тің x дәрежесі, міне, өз формулада айтылып тұрғанда, үшінші формулада көбейтілген ln, естейміз, негізіндегі 5-ті аны ln-нің ішіне тығып жібереміз. 5-тің x дәрежесі көбейтілген ln 5 болады. Сөйтіп, азайтылған 5 көбейтілген, енді ln x-тің туындысын біз білетін едік қой, жаңа алдыңғы есепте болды, ол менде 1 бөлінген x еді. Демек, 5 көбейтілген 1 бөлінген x. Енді мынаны біз жайғанақ сәл ықшам түрге келтіре қояйық. Сонда 5-тің x дәрежесі ln 5 минус 5 бөлінген x болады екен. Бұл менде қай жауап нұсқасына сәйкес келіп тұр? Так, 5-тің x дәрежесі ln 5 және де 5 бөлінген x. Мына жерде менде жайғанақ, мына жерде 5 бөлінген деген болу керек еді. Бұл менде д жауап нұсқасына сәйкес келіп тұр. Есепті түсіндіре алдым деген ойдамын. Мына жерде жайғанақ баспадан сәл қателіктер кеткен екен. Так, 5-тің x дәрежесі ln 5 минус 5 бөлінген x болады екен. Кеттік. Олай болса 9-ші есеп. 9-ші есеп айтады. Функцияның туындысын табыңыз дейді, егер ол 2 тангенс x және де минус 1 бөлінгенді бұрасты 2 котангенс x болса дейді.
Кеттік. Тригонометрияны біз синус пен косинустан тоқтап едік. Енді не қалды бізде? Соңғы мынау тангенс пен котангенстің формулалары қалған екен. Енді бізге айтады, тангенстің формуласы болса, ол 1 бөлінген косинус квадрат x дейді. Демек, туындысын бірден таба берем. Дәл осы ережені қолданып, бізге мына ережелер үнемі берілмейді. Мынандай есептерде. Мен бұны жай ғана жатқа білуім қажет. Так, сонда туындысы 2 көбейтілген. Бізде тангенс x-тің туындысы не дейді? 1 бөлінген косинус квадрат x. Енді азайтылған 1 бөлінген түбір астында 2. Котангенс x-тің туындысы менде алдында минусы бар. Алдында минусы бар. Және де 1 бөлінген синус квадрат x. Бұны жаттаудың ешқандай қиындығы жоқ. Тангенстің туындысы 1 бөлінген косинус квадрат, котангенскі наоборот 1 бөлінген синус квадрат. Жай ғана алдында минус бар. Кеттік. Мынаның туындысын енді ықшам түрде жазайық. Тең болады. Сонда 2-ні алдында көбейтіп жіберем. 2 бөлінген косинус квадрат x минус. Так, бұны бірден плюсқа айналдырайық. Мына жердегі минус пен, мына жердегі минус көбейтіліп береді. Дұрыс па? Барлығының арасы көбейту ғой. Плюс деп жазып қояйын. Так, сонда үстінде 1-ді 1-ге көбейтем. 1 астында түбір асты 2 көбейтілген синус квадрат x. Енді дәл осындай жауапты біз мына берілген жауаптар ішінен таңдауымыз керек. Сонда менде, так, біріншісі 2 бөлінген косинус квадрат x, және де арасы плюс болу керек. Екіншісі 1 бөлінген түбір асты 2 синус квадрат x. Бұл д жауабына сәйкес келеді екен. Кеттік. Олай болса 10 есеп айтады маған функцияның туындысын табыңыз дейді. Енді функцияның туындысын есептейтін болсақ, бұл бізде өтте қарапайым. Мына жердегісі оңай. Бұның туындысы, так, туындысы 4-ті алдына түсіреміз, 1 дәреже айтам 3 болады. Енді мынаныкі маған қызығырақ болып тұр. Қазір минусты қойып қойын, соны жазам. Бұны ешқандай қиналмаймыз. Біз жаңа айттық, жай ғана дәреже түріне келтірем. Бұндай кезде менде бөлшек дәреже болады. X-тің өзінің дәрежесі жоғарғы жаққа, мынау түбірдің дәрежесі астына кетеді. Болды. Ал біз бұны табуды білетін едік. Мына жердегі дәрежені алдына түсіреміз. X-тің өзін жазамыз. Мынаның туындысы деп белгілеп қояйық. Өзін жазамыз. Мынау 3-те 2-ден 1-ді жай ғана азайтып тастаймыз. Сонда тең болады 3-те 2. X-тің қандай дәрежесі? Мына жерде ортақ бөлім 3 екенін түсінікті. Естеймін. 2-ден 3-ті азайтамын. Әрине минус 1 бөлінген 3 болады. Кеттік. Сонда мынау 3-тен 2 қала берсін. Бізде минус дәреже міндетті түрде көбейтілген. Не істейді? 1 бөлінген болып астына түсір жібереді. 1 бөлінген. X-тің 1 бөлу 3 дәрежесі деген 1 дәреже өзінің 1x екенін білдіреді. 3 дәреже ол менде 3 дәрежелі түбір астында екенін білдіреді. Жаңа мынаның керісіншесін жағына жасап жатырмын. Сонда менде не қалды? Мына жерде бөлімінде 2-ке 1-ді көбейтем. 2 астында, яғни алымында 2 болады, бөлімінде астында 3 көбейтілген 3 дәрежелі түбір астында x деген жауап болуы қажет еді. Бұл менде қай жауап нұсқасына сәйкес келеді? Так, 3 дәрежелі 3 түбір астында x 2 бөлінген, б жауабына сәйкес келеді екен. Так, кеттік. Олай болса 11-ші есеп. 11-ші есеп бізге айтады функцияның y x 0 нүктесінде туындысын табыңыз. Егер yx деген, яғни функциям 3 ln x минус x квадрат болса, ал x 0 жай ғана 1 болса. Ешқандай қиындығы жоқ. Жай ғана біз бірінші не істейміз? Мынаның туындысын табу. Яғни x деген нүктедегі туындысын табу. Қарапайым туынды табу. Кейін нүктені қоя саламыз. Оны қазір көрсетеміз. Так, бізде 3 көбейтілген, ln x-тің туындысы 1 бөлінген x, енді минус x квадраттың туындысы 2 алдына түседі, x-тің жай ғана 1 дәрежесі қалады. Енді маған осының орнына мынау x0 тең 1 деп отырғаным, мынау берілген x-тардың орнына нені қойып шық дейді? 1-ді қойып шық дейді. Сонда мынаның туындысындағы 1 деп қоятыным 3 көбейтілген 1 бөлінген 1, азайтылған 2 көбейтілген 1. Яғни x-тардың орнына 1-ді қойып шық деген болды. Сонда 1-ді 1-ге бөлем. 1, 3-ке көбейтем. 3, 2-ні 1-ге көбейтем. 2, 3-тен 2-ні азайтам. Менде 1 деген жауап нұсқасы болады екен. Ол А жауабына сәйкес келіп тұр. Кеттік. Олай болса 12-ші есеп. Бүгінге біздің соңғы есебіміз. Функцияның y x0 нүктесінде туындысын табыңыз дейді. Егер функциям берілген ex плюс 2 ln x және де x0-дегі нүктесі берілген. Мынаның туындысын табу үшін бізге жай ғана енің x дәрежесі дегеніміз осы ғана қалған еді, бізге таныспаған. Енің x дәрежесі болса, өте оңай, өте қарапайым. Мына жерден шыққан жаңағы сияқты, логарифмдегі шыққан сияқты. Бұны біз былай жазамыз. Енің x дәрежесі дегенім, осыдан туындалсам, мынау 3-ші формула бойынша ғана қарайықшы. Сонда
өзі жазылады, иә. Сосын ln, мынау e-ні негізінде тұрғанда ln-ның ішіне тығатын едік. Ал ln деп отырған бұл 1, демек e-ның x дәрежесі. Сонда мен де қорытындыға келем. E-ның x дәрежесі ең төзімдісі. Одан туынды алсаң, бәрібір өзі шығады. Ол өзгермейді. Туындыда ол өзгермейді. Демек, мына жерде f от x-тің туындысы менде e-ның x дәрежесі өзгермейді делік. Қосылған 2 көбейтілген ln x-тің туындысы 1 бөлінген x. Жай ғана осыны орындап берем. Қандай нүктеде? 2 деген нүктеде. Яғни x-тардың орнына 2 қоям. Сонда e-ның 2 дәрежесі қосылған 2 көбейтілген 1 бөлінген 2. Осы жерден есептейтін болсам 2 квадрат өзі ғана қалады. Ортасында плюс 2 мен 2 қысқарып, мына жерде тек қана 1 қалады. Демек, менде 2 квадрат плюс 1 деген С жауабы шығады екен. Олай болса, құрметті шәкірттер, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Бүгінгі үйренген білімдеріңіз өздеріңізге пайдалы болсын. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.